Сәлем достар, жұқа, кестелі, дәмді құймақты бірге дайындайық. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі ұн, жұмыртқа, сұйық май, айран, сода және де қант. Алдымен айранымызды құйып аламыз. Оның үстіне сода салып, араластырып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Кейін үстіне жұмыртқаны қосамыз. Қантымызды қосамыз. Және де сұйық майды қосамыз. Осының барлығын біркелкі масса дайын болғанша араластырып аламыз. Кейін үстіне қажетінше ұн қосып, оны араластырып аламыз. Тағы да ұн қажет болса, қосымша қосып, біркелкі масса дайын болғанша қажетінше ұн қоса береміз. Дайын болған массамызға қайнап тұрған 1 стакан ыстық суды құйып, тез араластыру керек. Қамыр пісіп кетпеуін қадағалау керек. Мінекей осындай масса дайын болды. Осыны қатты қызып тұрған табаға майлап, бастап пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып пісіп жатыр. Екінші бетін аударып аламыз. Дайын болды. Мінекей ас болсын.